күрсін беріп отырған ба? Бұл тапқан ақша арам болады. Бұндай ситуацияны пағиман болғанмен. Өзің квартираң ғой? Ада болмай болды. Мейлі. Алла осыны берсін. Елдің нұры көтеріп отыр. Сен елемейсің. Сен мен квартирада қамлап жүргем. Нені алып? Ойланып көрсең болатын еді. Аты көтермеймін мен. Аман есенсіңдер ма? Алиханды Ресейдің жартысы келе жатыр дейді, естідің ба? Тек сенің есін шығарайын дегем. Астағфираллах, әрине. Сразу айтайын дегем, мен ештеңенің бағасын көтермеймін. Жарай ма жаным, тыныш ұйықтай беріңдер. Сен енді кетем дегенше сол бағамен тұрады ол квартира. Тек тыныш отырсаңдар болды, жарай ма, Алихан? Просто сендерді уайымдамасын дегенім ғой, Жәмила тәте көтеріп жібермеймін екен деп. Жоқ, ондайым жоқ менің. Алихан, мен айттым ғой алдында да саған, тыныш ұйықтай беріңдер. Ана дос балаңа да мирас бет ата, оған да айтып қой, тыныш ұйықтай бер деп. Ол неғып бүкіл Россия көшіп келсе де, ол тұрады сол баға болып. Себебі келісім дегендей ше. Вот. Маған жақсы сендердің отқандарың, тыныш отқандарың ше. Бұл мынау квартира аренданы көтеріп жатқан адамдар, білмеймін мен, бүкіл ақшаны алып кете алмайды бұл дүниеден. Бұл дүниеден қалай келдің, тыржаларыңа солай кетейін деп тұрсың ғой. Әрине ол дұрыс емес. Қазір қаншама студент жастар қалай қиналып қалады. Қаңғып жүрген, как говорится, отбасы. Дархан, квартираның несі жайлы, анадай бағасы жайлы уайымдама, мен көтермеймін. Мынандай заманда қазақтар өз-өздеріне көмектесу керек, біздің ақымақтардың не істеп жатқанын білмей жүрмін. Мен содан жалпы уайымдамай, спокойно тұра беріңдер. Алла разы болсын сендерге. Сол кішкене уайым бар еді негізі. Я сол үшін мен ойлағам, сен уайымдап жүрсің бе деп. Алла тағала айтады, енді мен қазақшасын дұрыс білмеймін да, орысшасы. Мы непременно испытаем вас небольшим страхом и голодом деп. Енді біздің заманда сынақтар осындай болып жатыр енді. Әйтеуір ауызбіршілік көп. Бәріміз бір-бірімізді сыйлап, мұсылмандарымыз кішкене сөйтіп сабыр сақтап жүргеніміз жөн болады. Что өздерінің иншалла балаларың болады, балаларың дүниеге келейін деп жатыр. Так что уайымдамай тұра беріңдер енді. Не болса да әйтеуір осының заманды өтеміз ғой ақырындап. Болды.